Саламатсыздар ма балалар? Жапырақ сарғайып, гүлдер де солады. Жаңбыр жауып, жел соғады. Білсеңіздер, айтыңдаршы, бұл қай кезде болады? Иә балалар, дұрыс айтасыздар, бұл күз мезгілінде болады. Ендеше, осы күз мезгілінің негізгі ерекшеліктеріне тоқтап өтейік. Күзде барлық жеміс-жидектер мен көкөністер піседі. Адамдар мен диқандар егістен, бау-бақшадан күзгі өнімдерін жинайды. Ағаш жапырақтары күн жылуы аз болғандықтан жасыл түстен сары, қызыл, қоңыр, қызғылт түстерге боялады. Ауа райы да салқындайды. Адамдар жылы киімдерін, яғни пальто, шапка, күзгі аяқ киімдерін кие бастайды. Күн қысқарып, түн ұзарады. Кешкі серуен кезінде күн батқанында аңғармай қаламыз. Сонымен қатар күзде жаңбыр жиі жауады. Адамдар қол шатырларын ұстап көшеге шығады. Көшелерде жаңбыр суынан көлшіктер пайда болады. Көптеген құстар оңтүстікке қарай, жылы жаққа ұшады. Өйткені олар суыққа және аштыққа төзе алмайды. Күз келісімен барлық балалар мектепке барады. Ал біздің мектебімізде қалыптасқан дәстүр бойынша жаңа оқу жылының басталуымен жалпы мектептік байқау да өз жұмысын бастайды. Ол сурет көрмесі, фотосурет көрмелері, мәнерлеп оқу байқаулары, қолдан жасалған бұйымдардың көрмелері және тағы басқалары. Енді балалар, барлығымыз күзгі орманға саяхатқа барамыз. Денемізге жаттығулар жасайық. Алдымызда күзгі орман. Ғажайып пен ертегіге мұнда думан. Оң жағымда қарағай, сол жағымда тұр емен. Жоғарыда тоқылдақ, тук, 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 тук. Көзімізді жұмамыз, ашамыз. Жұмамыз, ашамыз. Үйге қарай жүгіреміз, шапшаң біз. Жүгіреміз, үйге қарай жүгіреміз. Жүгіреміз, жүгіреміз. Ой, жарайсыңдар. Тағы да бір рет қайталап жіберейік. Қане орнымызда тұрамыз. Дайындаламыз. Бастаймыз. Алдымызда күзгі орман. Ғажайып пен ертегіден күнде думан. Оң жағымда қарағай, сол жағымда тұр емен. Жоғарыда тоқылдақ, тук, 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 тук. Көзімізді жұмамыз, ашамыз. Жұмамыз, ашамыз. Үйге қарай жүгіреміз, шапшаң біз. Жүгіреміз, 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 жүгіреміз. Ой, жарайсыңдар. Рахмет. Сонымен балалар, жалпы мектептік мектеп сенің өз үйің, иессің сен оның байқауын ашық деп жариялаймын.